балдар, ал бүгінгі сабағымызды бастайық. Кәне барлығымыз шаттық шеңберіне шығайық. Келе қалыңдар. Армысың? Алтын күн. Армысың көк аспан? Армысың жер ана? Армысың достарым? Сендерді көрсем қуанам. Кәне отыралайық балалар. Кәне енді кішкене шағын видеоролик көріп алайық та сабағымызды жалғастырайық, не балалар? Қызметі қоршаған ортамен таныстыру, тақырыбы ғарышқа саяхат. Балалар, сендер білесіңдер ме? 12 сәуір күні ғарыш ерлер күні. Балалар, менің ғарышқа саяхат жасағым келе ме? Ғарышқа саяхат жасайық. Үміткерлер, таспаға назар аударайық. Қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағына ғарышқа ұшқан. Қанаттап ұшып жүріп, қандай керемет деп тамсатқан шығар. Дәл таптың. Тек Гагарин қалықтап ұшқанына емес, ғарыштан жердің әдемілігін көріп, қандай керемет деп тамсанған. Ғарыштан жер қандай болып көрінеді екен? Жер ғарыштан әдемі, көгілдір шар болып көрінеді жер. Ауасы мен суы бар, тіршілігі бар, жасыл желек жабылған жер планетасы ғана. Сондықтан оны көгілдір планета деп атайды. Осыншама қымбат нәрсені мен болмаса, бір бөлшегін көру үшін ғарышкер болғым келеді. Қазақ халқынан шыққан ғарышкерлер бар ма? Әрине, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұстафаев қазақ халқының тұңғыш ғарышкері. Жер бетінде бар ғой балалар. Аспан әлемінде 9 ғалам бар екен. 9 ғаламның бірі жер деген ғаламда біз өмір сүріп жатыр екенбіз. Қазір біз сол аспан әлеміндегі жұлдыз бен айдың суретін бояумен түсіреміз, енді балалар. Біраз бойымызды сергітіп, асық ойнап алайық, не балалар? Кәне тұрыңдар орындар. Балалар, енді сабағымызды жалғастырайық. Бойымызды сергітіп алдық. Аспан әлемі туралы біраз таныстық, е балалар. Аспан әлеміне өзіміздің Қазақстаннан ең бірінші тұңғыш шыққан бізден Тоқтар ағамыз екен, Тоқтар Әубәкіров ағамыз. Екінші Талғат Мұстафаев ағамыз, үшінші Айымбетов ағамыз. Аспан әлеміне ғарышқа ұшқан екен, не балалар? Аспан әлеміне ғарышқа немен ұшты осы ағаларымыз немен ұшты аспан әлеміне? Аспанға немен ұшты? Міне балалар, біздің
ғарышкер ағаларымыз, балалар, мына ғарышкер ағаларымыз аспан әлемінен осы зымыранмен ұшқан екен, не балалар? Аспан әлемінен. Жақсы, онда балалар, қазір осы зымыранның суретін бояп шығарайық, карандашпен. Мен ғарышкер боламын, жұлдыздарды анықтаймын, отанды мен қорғаймын, айналамды зерттеймін. Алтын бесік тербеткен, ұзындықтан аттанмын, мен алғашқы қазақтың ғарышкер атанмын.